Достар, бізде массивтен бір сабақ қалды. Ол элементтерді қосу және өшіріп тастау дейді. Splice деген методы бар, өте тамаша метод. Біз бұны өте жиі қолданамыз практикада. Бұны сіздерге үй жұмысы болады. Сонымен массив сабағы тамам. Басқа сабақты бастай берейік. Сосын бізде алдыңғы сабақта есептер болған, достар. Соны жасай алдыңыздар ма? Минимум тап, орта жалақыны тап деген нәрсе бар, минимум тап, максимум тап деген нәрсе. Соған қолдарың жетті ме? Осыларды бір талдап кетсек болады ма қысқаша? Все, без проблем, конечно, талдап кетейік, бисмилля деп. Так, бірінші орта жалақыны таптан бастайық. Мен мына жерден қазір бір жаңа проект аша берейін. Так, мен мына жерге, так, бізде salary дейін. Salary деген жалақы деген сөз. Задача бойынша бізде мысал ретінде 5 адам бар. Salary дейін, және 5 адамның жалақысы мысал ретінде әртүрлі. Біреуінде 10 мың, біреуінде 30 мың табады, біреуі 25 мың табады. Біреу мысал ретінде 250 мың табады деп айтайық. Осындай бір, так, 4 болды, и біреуі 410 мың табады. Нөлдер жазған жоқпын, артынша 3 нөлді мида аламыз енді. 10 мың, 30 мың, 25 мың, 250, 410 мың теңге деген. Енді осы жерден біз тапсырма бойынша орта жалақыны тап дейді. Жалақыны тап. Қарасаңыздар, бізде не істеу керек енді. Код жазбас бұрын бірінші ойланып аламыз, қалай бұны шығарамыз. Орта жалақыны табу үшін әрбір, былай айтқанда, адамның жалақысын, 5 адамның жалақысын қосамыз бір-біріне. Және сол 5 адамға бөлеміз, сонда бізде орта жалақы шығады. Мысал ретінде калькуляторды алатын болсақ, калькулятор әрқайсысын қосып жіберіп, мына жерде 40, 40-қа 65, так, 250 қосылған 65 қосылған 410, так, мына жер жазылмай қалды ғой. Так, 40, 65 қосу 2 қосу. Құдай, калькулятор жұмыс істемей тұр ғой. 65 қосу 250 қосу 410. Сонда біздің жауабымыз не болады? Орта жалақымыз мына жерде 725 мыңға тең. Общий жалақы, тотальный жалақы 725 мың. Енді адамның саны бізде қанша? Мына жерде 5 адам бар. Демек 5-ке бөлгенбіз, бөлінген 5. Сонда бізде 145 мың теңге. 145 мың теңге бұл орта жалақы, достар. Енді бұны табу үшін айтып тұрғандай, әрбір адамды жалақысын бір-біріне қосамыз, То есть 10-ды 30-ға қосамыз, 30-ды былай айтқанда қосымыз қанша болады? 40 болады. 40-ты аламыз, 25-ге қосамыз, 65 болады, 65-ті мынаған қосамыз. Содан шыққан сумманы мына 410 қосамыз, Сөйтіп общий жалақы таба аламыз. Барлық жұмыскердің жалақысын таба аламыз қанша. Сөйтіп санына бөлеміз. Бұл математика. Енді атайтып тұрғандай, бізде итерация жасаудамыз. Итерация, әрбір элементпен жүгіріп шығуымыз. Ол үшін бізде итерация жасау үшін бізге не керек болды, достар? For керек, for'ды қолданамыз, мысал ретінде біз let деп айтқан болатынбыз, let I тең мысал ретінде 0. Мына жерде I бізде salaries дейді, адамның саны бізде қанша? 5. Яғни 5 рет жасау керектен біз итерацияны, және I қос. Біткеннен кейін итерацияны көбейт бірге. Қос бірге, точнее. Сөйтіп, біз const деймізді, salaries, бір адамның жалақысын алып алуымыз, сол массивтан. Salaries, мына жерден I дейміз, бір адамның жалақысын алып алдық. Мына жерде мысал ретінде тексеретін болсақ, salary. Salary сөз былай жазылады негізінде. Salary. Так, мына жерде тип қалды. Енді осыны біз тексеріп көретін болсақ, мына жерге консольға salary. Қарасаңыздар, мысал ретінде 10, бірінші адамдық 10, 30 біз жеке-жеке жүгіріп шықтық әрқайсымен. Енді біз бірінші жүгірген кезде, оны бірге сақтап тұру керекпіз. Мысалы, const деп атаймыз, total атаймыз, total общий деген сөз. Біз жаңа айтқандай, басында общий сумманы шығарамыз ғой, әрбір жалақыны бір-біріне қосып. Сол сияқты общий total мақсаты общий жалақыны сақтау. Мысалы, бірінші жалақыны алып алды, мына жерге total деді, тең total қосылған не болды? Salary болды. 0-ді бірінші неге көбейтеді? Қосады, 10-ға қосады, 10 алады. Келесіне келген кезде бізде 30,
30 алады да бұрынғы қанша тұр? 10-ға 40 болады. Сөйтіп көбейіп біз тоталға келеміз, иә. Оны енді тексеру үшін мысал ретінде мына жерде лог дейміз. Жалпы жалақы бізде тотал дейік мына жерге. Тексеретін болсақ тағы да қарасаңыздар, так, бізде ошибка шықты. Мына жерде бізде total дейді. Бұл константа ғой. Қараңыздар, біз константамыз. Не деу керек? Бұл өзгеретін болғаннан кейін let толтырамыз, иә достар. Қарасаңыздар, бізде жалпы жалақы шықты. Жаңағы калькуляторда біз көрген 725 мың теңге шықты. Енді бар қалғаны қолымызда айтқанда тағы бір айнымалы қосып, атын average деп қоямыз. Орта жалақыны сақтау үшін общий шыққанда аламыз да не істейміз? Әр жұмыскердің санына бөлеміз. Бізде 5 жұмыскер. Сөйтіп, мына жерге аламыз да орта жалақы average дейміз. Тағы да көретініміз да, мына жерде тексеріп көретін болсақ, жалпы жалақы 721, орта жалақы бізде не болды? 145 мың теңге болды. Жаңағы 145 мың теңгеміз болды біздің. Міне қарасаңыздар. Так, түсінікті ме? Біз бұл жерде for'ды қолдандық. Өйткені әрбір адамның жалақысын алу керек болды негізінде. Сөйтіп әрбір адамның жалақысын алғанымызда дәптерге жазып қоямыз, иә. Міне мысал ретінде Сұлтанның жалақысы 10 мың теңге алдым. Және бұны сақтап қойдым. Бірінші адамның жалақысы 10 мың теңге. Все. Нөлді 10-ға қосам 10 мың болды менде. Енді келесі адамды аламын. Келесі адам бізде 30 мың. Менде жалпы жалақы қанша еді алдында? 10 мың. Енді соны Сұлтанның жалақысына қосам 30 мыңға. Сөйтіп общий қосып аламын да 5-ке бөлемін. Мақсат бұл жерде получается итерация жасау керек міндетті түрде. Және нені жазу формасын біз былай айтқанда не істей аламыз? Қысқартып жаза аламыз. Былай жазсақ, ештеңе код өзгермейді. Все. Мұнда 145 мың болады орта жалақы. Мынау бізде не деп атайды достар? Мына екеуін просто біріктіру тәсілі ғой. Осындай бізге JavaScript әдемі мүмкіндік береді. Қосу немесе тең десек, бұл демек сөз жаңағы біздің total мынаған тең ғой. Формула біздің жаңағы total қосу немесе тең salary дейтін болсақ, сонда біздің жазғанымыз, мына жазған формуламыз мынаған тең. Бүйтіп қысқаша жазсақ та болады. Сәйкесінше мына жерде қосу емес, алу да, көбейту де, бөлу де, яғни кез келген математикалық операцияда бола алады. Так, түсінікті ме мына жер? Так, келесі тапсырма бізде тоже мынандай бір берілген санның ішінен минимум табу. Мына жерге min.js дейміз. Так, бізде студенттер, машина студенттер қосылыпты. Олжасты көрдім, Муслимді көрдім, Шыңғыс. Так, Шыңғыс, достар, біз алдыңғы сабақтың есептерін талқылап жатырмыз. Үй жұмысына берілген соны талдап жатырмыз. Сұрақ болса, осы жерге қоя беріңіздер, сол үй жұмысқа байланысты. Мына мысал түсінікті ғой, достар, иә? Орта жалақыны тап деген тапсырма. Талдап шықтық та. Иә, түсінікті. Так, супер. Онда келесі тапсырма бізде не болды? Келесі тапсырма бізде не болды? Минимум тап, иә? Мысалы, тура осыны алса, мынаны істейік, және мысалы тағы бір санды қосатын болсақ, 0-ді қосайын, және 120 қосайын. Бұл жерде минимум бізде не? Минус 120, максимум не? 410. Көріп тұрғандай, әрбір лимитпен жүгіру керек бізде, минимум табу үшін. Сол сияқты мына жерде for'ды да қолданамыз. VS Code'да бір мынандай сниппет бар, қысқа команда бар. Басатын болсаңыздар, тура сіздер үшін істеп береді. Тыңдасаңыздар, жазып қайтадан керек жоқ, басынан бастап. дейсіздер де, мына жерге өзіңіздің жаңағы намысты қойып қоясыздар. Сонда мынау бізге белгілі бір сан мына жерде. Сөйтіп енді не істей беріппіз, достар? Біз не істейміз? Аламыз да салыстырамыз, иә. Мысал ретінде бізде не бар? Мынаны көрсетейін. Бір сәт. Бізде бұл болды. Так, мынаны талдадық біз. И мына жерде бізде былай болады, достар. Қараңыздар. Result дейді. Бізде result деген сақтап алғанбыз. Мына жерге let result тең намыс 0. Қарап тұрсаңыздар, біз мына жерде ең бірінші санымыз бізде 10. Соны алдық та біз не істедік? Масына бір минималын құрдық, соған салып қойдық.
Енді бір мақсатымыз осы санмен салыстырып шығуымыз барлығы. Результат үлкен, мысалы, мына n-ға болатын болса, ол не деген сөз? Бізде мына жерде қарайтын болсаңыздар минимум тап деген сөз, иә. Сонда мына жерді қарасаңыздар біз талдап жатырмыз r, a деген. Сонда біздің элемент уже біздің результатымыз оған тең болады, иә. Не деген сөз бұл? Бізде салыстырамыз. Басында 10 мен 10-ды салыстырады. Келесі санға кезде енді 10 мен 30-ды салыстырады, иә. Бұл жерде орындалмайды, бірақ уже мына жерде қарайтын болсаңыздар, мына жерде мысалы барлық үлкен сандар и мына жерге келеді. Біздің результат 10 уже мына 0-мен салыстырады. Егер 10 деген санымыз 0-ден үлкен ғой, онда біздің минимум өзгереді. Біздің минимум уже 10 болмайды, мына жердегідей уже 0-ге тең болады, иә. Қарасаңыздар, уже 0 бар. Келесі уже минимум 0 болып тұрғаннан кейін келесі санды салыстырады. Егер 0 мен минус 20 салыстырады, сәйкесінше бізде 0 үлкен минус 20-дан и қайтадан минимумды обновить етеді. Сонда минимум бізде 120 болады, иә. Мына жерден логпен тексеріп көрсек болады. Результат дейміз. И мына жерге 0 min дейміз, иә. Сонда біздің минимум 120-ға тең, иә. Мен мына жерде 250 болса, біздің уже минимум 250-ге тең, иә. Қарасаңыз, тура осылай. Ал максимум табу үшін тура осындай нәрсе итерация жасаймыз, бірақ керісінше салыстыру керек болады, иә. Сонда ең үлкен сан бізде 410-ға тең болады. Яғни мақсат бұл жерде әрбір элементпен жүгіріп минимум табу керек бізде. Мына жерде ең бірінші минимум бізде 10 болады. Ары қарай жүреді, 30 пен салыстырып, 25 пен салыстырып, 250 келген кезде, все, сен уже ең кішкентай сан емессің дейді. Ең кішкентай сан уже 250 дейді. 250 400-мен тексереді, 0-мен тексереді, 120-мен тексереді. Ешқайсысы кіші болмағаннан кейін бұдан 250-ді қайтарады. Так, түсінікті ғой, иә? түсінікті. Сабағымызды бастаймыз. Үй жұмысын талдаған болатынбыз. Түсінікті достар, неге жібермедіңіздер үй жұмысын? Мен, по-моему, көрген жоқпын. Студенттердің Мен жібердім, сіз тексерген жоқсыз әлі. кім жіберді? Муслим. Мен сізге реакция қалдырмадым ба, вроде? Айттым ғой. Ау? Мен сізге вроде метр. Так, естіп жатыр ма қазір? Мен қазір қайсыда тұрмыз? Сәт, мен сізді көрейін. Так, Муслим. Так, Муслим тексеріп жатыр сіздікін. Элемент, ага. Так, минимум табу дұрыс. Так, екінші тәсілі. Максимум табуды көрдім. Так, түсінікті. Жалпы сан деген кезде, так, ал бір білені қосыңдар, каунт алып. Иә? И үшінші способ бар. Мен көрсетейін, Муслимді жақсы жазапты, жұмысын. Мен үлгермедім. Хорошо. Қараңыздар, Муслимнің жазғаны ұнады. Ол бір жолмен ғана шығарған жоқ, бірнеше тәсілмен шығарған. Минимумды максимумға табуға байланысты. Мына жерді қарасаңыздар, біз жаңағы мына жерді алып алған сөз, біз үйренгенде, бірақ мына жердегі нәрсе енді элемент деді, или максимумды алды да мына жерге қойды. Бұл жерде басқаша жүреді енді итерация. То есть бірінші элементті алып алды. Так, максимумды сақтау керек пе еді ма? Ладно. Бірінші элементті алып алды, сразу сол бір итерация ішінде екінші элементпен салыстырып жатыр. Сөйтіп, мына жерде уже егер қарасаңыздар, біздің мысал қайда жаңағы? Мысалды ашып көрейін. Так, бізде мысал ретінде әрбір итерацияда сандық насталса, бізде Муслим мына бірінші итерацияның өзінде уже екі санмен жұмыс істеп жатыр. Мына жерде. Мына екі санмен жұмыс істейді. Сосын мына екі санмен жұмыс істейді. Мына екі санмен жұмыс істейді. Сөйтіп бітіреді. Сізде мына жерде қате шықпай ма? Тексеріп көрдіңіз да? Именно соңғы элементке қатысты. Басында қате шыққан, сосын нормально болды уже. Тексерген. Так, екінші способ. Иә, сонда бұл екінші тәсілі. Былай сразу бір итерацияның ішінде екі элементпен жұмыс істеу.
Сосын мына жерде ұнағаны тағы да мынандай нәрсе ұнады. Бізде минимум максимум табудың осындай бір тәсілі бар. Біз алдында мен әдейі не үшін оқыттым ба сіздерге, мына минимум мен максимум дейтін нәрсе болады, математикалық объекттер. Яғни соның мақсаты тура осы, достар. Қарасаңыздар, бізде мына бір нәрсені біз мына тақырып өткен жоқпыз, деструктуризация деп атайды. Яғни деструктуризация деген нәрсе бұл жерде мына нәрселер сандар тұр ғой, бізде элементтер бар ғой, әрбір элементті сіз үшін жазып береді мына ішіне. 20 үтір, 33 үтір, 51 үтір деп жазып береді. Бұны деструктуризация деген нәрсе. Яғни структура деген нәрсе бір нәрсені құру керек болатын болса, деструктуризация деген керісінше структураны бөліп тастау, бөлу деген сөз, бірдеңкені майдалап тастау деген сөз. Сол сияқты біз өзіміздің былай массив болып тұрған нәрсені деструктуризация жасаймыз да, жеке-жеке уже айнымалы болады, жеке-жеке сандар болады әлемде. Сол үшін мынандай біз точкаларды қолданған боламыз, 3 точка. Бұған да келеміз, осы тәсіл бар. Так, значит, жалпы сан, алдыңғы метод, иә, так, түсінікті. Өте тамаша орындалған, Муслим, ашыла, жақсы. Так, қалған студенттер жібереміз, иә, жақсы ма? Жұмысын. Так, бүгін бізде жаңа тақырып массивті бітірдік, достар, кстати. Сосын мына бір сабақты үйге беріп жатыр массивке, соңғы сабақ қалды. Элементтерді өшіріп тастау, немесе қосу деген нәрсе бар. Осы нәрсенің барлығын жасау үшін бізде бірақ қана метод жеткілікті, ол splice деген метод жеткілікті. Соны оқимыз. Бұл өте универсальды метод. Яғни біз қосу үшін бұрын үйрендік қой, push, мысалы, қарасаңыздар, яғни массивтің басына қосу, массивтің соңына қосу, немесе массивтің ортасына қалай қосамыз. Біз мысалы басына қосып, соңына қосып үйрендік. Енді ортасына қосқымыз келеді, 3 пен 4-тің арасына 3,5 деген санды қосқым келеді мына жерге. Яғни оны уже push, pop дейтін нәрсемен істей алмайсыздар, shift дейтін нәрселермен. Уже сіздерге мына жер керек нәрсе, уже мына splice деген нәрсе керек, метод керек болады. Сол арқылы мына арасына қосасыздар. Арасына соңғы қоса аласыздар. Одан кейін индексін жазады ғой. Ау? Индексін жазып барып жазады ғой мына жерде, мысалы үшіншіге қойсам сөйтіп. Мына start деген нәрсе, и так ол индекстің нәрсесі. Start деген нәрсе, ол индекс, мысал ретінде мен мына жерге біздің 3 деген индекс 0, 1, 2, индекс 2 ғой, 2 деп жазамын да, delete count 0 деймін, және үшінші аргумент ретінде мен уже сандарды жазамын. Уже қанша сан қосқым келеді араларына, сөйтіп орындалады, delete count дейтін нәрсе, бұл екінші қызмет атқарады. Яғни элементтерді қосудан бөлек элементтерді өшіріп тастай алады. Мысалы, мен 3-тен бастап 5-ке дейін өшіріп тастағым келеді элементтерді. Сонда мен мына жерге 2 деп жазамын да, и мына жерге 2 деп жазатын болсам, немесе 2 деп жазатын болсам, онда 3 пен 4, 3 деп жазатын болсам, 3, 4, 5 деген элемент өшіп кетеді екен. Яғни delete count деген сөз, мына индекстен бастап қанша элементті өшіріп тастау деген сөз. Қанша элементті өшіріп тастау деген сөз. 0 деп жазатын болсам, ештеңке өшпейді, 1 деп жазатын болсам, өзі кетеді. 2 десеңіз, мына 2 элемент кетеді, 3 десеңіз, мына 3 кетеді. Так, splice-ті оқимыз міндетті түрде, ол өте жиі қолданамыз. Массив сонымен тамам. Бүгін тағы да тақырып бар бізде, ол бізде 5-ші модуль, объектілерге байланысты болады. Так, мынаны объектілермен танысуды аламыз. 5-та 1, 5-та 2 керек бізге, өзгерту, модификация. Объектілермен танысу, бұл жалпы негізінде біз жайлап келе жатырмыз, достар. Бізде келесі сабақ уже функция туралы болады. Функциядан кейін уже бізде уже былай айтқанда JS DOM деген тақырып болады. Одан кейін бір тақырыптар бар, әрине. Соған жетеміз. Одан же DOM-да уже біз не істейміз, достар? Кәдімгі сайтпен жұмыс істейтін боламыз. Так. Объектімен өтейік. Жалпы кімде қандай ұғым бар объект деген нәрсе бойынша? Так, сол жөнінде түсінейік. Объект дейтін нәрсе тақырып таныс па сіздерге? Объект деген мысалы не сияқты ғой, класстардың несі ғой. Класс несі? Мысалы класс деп адамдарды аламыз ғой, мысалы. Мысалы, қалай айтса болады. Машина деп алсақ, соның нелері объектілері ғой, мысалы. Запчастар, дөңгелегі, кузовы бір бөлек объект. Жоқ. Олай емес. Жоқ, олай емес. Так, класс пен объект шатастырып жатсыз. Так, келесі кім біледі жалпы объект туралы естіген нәрсе бар ма? Объект ключ значения ғой, осы ғой. Ол ғана емес пе? Ол
составляющий ол өзі А, не үшін керек объект вообще? Мақсат не? Программирдің не үшін ойлап тапқан объектін вообще? М? Ладно, сабақты түсіндірейін да, пока хабар жоқ сияқты. Вот, уже күрделі тақырыптарға келе жатырмыз. Объект ол бізде структура деп атайды, күрделі типтерге жатады. Объекті жаңа сіз сауат мырза айтып тұрғаныңыз, ол класс пен объектіні шатастырып тұрсыз. Мысал ретінде айтатын болсам, класс деген нәрсе бар. Класс ол тең шаблонға тең. Шаблон, темплейт дейді ғой. Ал объект сол шаблоннан құрылады. Объект, мысал ретінде сіздің қолыңызда үй бар, үйдің каркасы бар, архитектурасы бар, қағазы бар, схемасы бар, үйдің схемасы бар, мысал ретінде. Ол класс. Ол жерде описание жасайсыздар, мысалы фундамент размері осындай болады, оның түсі осындай болады, барлығын сипаттайсыз. Енді сол бір схемадан уже не пайда болады? Үйлер пайда болады. Тура сол нәрсе уже конкретный үйлер уже қолға ұстап көретін нәрсе. Ол объект деп атайды. Ол объект. Ал жаңағы қағаз түріндегі нәрсе тұрған ол шаблон, сіз оны ұстай аламайсыз. Ол просто программисттер үшін сахарный песок деп атайды. Дұрыс, ол өзі жеңіл нәрсе. Ол сіздерге былай айтқанда өмірді объекті құруды жеңілдетудің тәсілі класс деген нәрсе. Түсінікті ма? Жақындап танысамыз оның өз жөнінде. Жалпы осы ООП туралы болады бізде келесі сабақтар. Объекті ориентированный программирование атайды. Сол туралы болады. Енді бұның негізгі сөзі, кілте сөзі бұл object. Объект атайды тұрғанда классқа сосын келеміз. Класс ол қиын тақырып емес, ең басында объектін түсіну керекпіз. Атайды тұрғанда бізде объект деп кез келген нәрсе біздің өмірімізде, бұл объект. Мысалы, Сұлтан бір объект. Мысал ретінде Мади, Муслим ол бір екінші объект, үшінші объект. Қарап тұрсаңыздар, енді мысал ретінде сіздер Мади мен мысал ретінде Муслим мен Сұлтан үшеуіңіз ұқсассыздар. Үшеуіңіз де ер адамсыздар, үшеуіңізде де көз бар, үшеуіңізде де бас бар, құлақ бар, дене бар деген сияқты нәрсе. Сол нәрсе, общий нәрселеріңіз барлығы, бұл сіздердің былай айтқанда класстарыңыз деп шығарсаңыз болады. Бірақ объект бұл, мына сіздердің жаңа көзіңіз, жаңа сол айттыңыз ғой сіз, машинаның баллон деп айтып ғой, есігі деп жаттыңыз, бұл айтқанда бұларды property деп атайды, немесе свойство деп атайды. Свойство объекта и есть методы объекта. Объекта. Мысал ретінде біз Сұлтан деген объектін алайық. Конс мысал ретінде Сұлтан студенттен. Мына жерде енді объектін құру үшін бізде достар міндетті түрде фигуралар жақша болу керек. JavaScript бұны бізде былай ашылатын болса, ол уже неге теңестіретін болса, массивке, демек бұл бізде уже объект деген сөз. Дәл қазір осылай құратын болса, бізде объект пустой деген сөз, ештеңке жоқ ішінде. Енді мысал ретінде Сұлтанда не бар? Сұлтанда мысалы head бар, басы бар. Басы мысал ретінде айталық, мысалы жерге не деп айтамыз? Head деп жазылсай. Немесе былай айтсақ, әдемі болу үшін age желание. Сұлтан, сіз жасыңыз қаншада? 21-де ма? 20-да? Мысалы 21. Сұлтан бар, жасы 20-да. Мысалы аты бар, Сұлтан. Былай айтқанда surname бар, оның былай айтқанда несі бар? Фамилиясы бар, фамилия болсын, surname жасай. Сол сияқты оның мысал ретінде университет оқып жатқан университеті бар, мысал ретінде IIT. Біздің IT университет болсын, Алматыдағы. Мына жерге мысал ретінде person деп қойсам болады, әдемірек болу үшін. Енді қараңыздар, біз өзіміздің Сұлтан деген адамды сипаттадық. Сұлтанның жасы бар деп айттық, оның аты, жөні, оның былай айтқанда қай университетте оқитынын айттық. Сол сияқты бұл біз шексіз сипаттай аламыз. Яғни Сұлтан қатысты нәрселер, Енді бұл қарасаңыздар, мынаның барлығы ішінде бұл свойство деп атайды, немесе сипаттамалар деп атайды. Сипаттар.
яғни бұның барлық мақсаты мына бір сұлтан деген объектіні сипаттау барынша. Сол сияқты екінші мысал, мысал ретінде кар бар, машина бар. Айталық, машинада не бар? Name бар. Мысалы, ол аты Toyota болсын, Toyota. Модель, мысалы ретінде Camry болсын. Сол сияқты year деген бар, шыққан жылы 2020 деп атайық, сол сияқты мысал ретінде не болуы мүмкін? Color болуы мүмкін, сол машинаның түсі болуы мүмкін, space дей салайық. Сондай сияқты мынау уже біз келесі нәрсе не істедік? Мына машинаны сипаттадық. Сол сияқты біз, достар, кез келген нәрсені біз сипаттай аламыз. Бұның барлығы объектілер. Мына ішінде тұрған нәрсенің барлығы біз сипаттар деп айттық. Былайша айтатын болсақ, бұның барлығы негізі жеке-жеке нелер, айнымалылар, переменалар, бәрі жеке-жеке переменалар. Бірақ ондай бір осындай бір сол үшін айттым ғой, жаңағы бұл күрделі тип дедім, өйткені мына бір өзі примитивті типтардан құрылатын, айтқанда тип, примитивті типтен құрылатын тип, күрделі тип объект деп атайды. Енді бұл біздің сол сияқты кез келген нәрсе істей аламыз, мысалы phones, смартфон деймін, сөйтіп кете береді. Тапсырма сіздерге 10 объектіні құру керек болады, осылай сипаттап. Мысалы бір. Енді екінші нәрсе, объект тек қана сипаттардан тұрмайды. Мысалы ретінде мен сұлтан болса сипаттап тастадым, болды емес қой. Сұлтан жасы бар, жаңа аты бар, бітті. Енді сұлтан енді адам болғаннан кейін оның өзіне тән не бар? Іс-қимылдары бар. Методтар нәрсе, іс-қимылдар. Оның өзіне тән іс-қимылдары болады. Мысалы, сұлтан не істейді? Run, жүгіре алады. Бұл бізде функция болады. Сұлтан не істей алады бізде? Тағы да jump дейді, секіре алады. Сұлтан бізде не? Say, сөйлей алады. Өзіне тән, бәрі уже айтқанда өзіне тән операциялар. Сол сияқты, мысалы сұлтан, IT-де оқыған кезде бізде ондай болды, осыны түсіндірген кезде бақамен түсіндірген бізде. Turtle дейді оны. Сонымен түсіндірген, бақа алға жүре алады, бақа артқа жүре алады, бақа секіре алады деген нәрселер бар. Сол сияқты бұл іс-қимылдардың барлығы бізде функциялар негізінде. Осы біз объектке жаза алады екенбіз, Осы объектке жаза алады екенбіз. Негізгі тақырып осы, достар, объектке қатысты. Так, мына жерде түсінікті ме? түсінікті. Супер. Бұл біздің жаңа алғашқы сабақ туралы болады. Объект не туралы деген кезде. Осыны қарап шығамыз. Келесі сабақ объекттің модификация дейді. Бұл өте тоже әдемі сабақтардың бірі. Қарасаңыздар, бізде мысал ретінде енді мына жерге лог деймін, консол логпен тексеріп көретін болсам, person, сұлтан. Мына жерге node деймін, object деймін. Қарасаңыздар, бізде не шықты? Мына жерден біздің объект шықты консольға. Барлық сұлтан, name, аты жөні толықтай шықты. Біз мына жерге басқа да адамды құра аламыз, ол бір ғана нәрсе емес. Келесі адамды құра аламыз, person 2 дей салайық, мысал ретінде. Мен мына жерге жаңағы муслимді жазайын, муслимді. И сөйтіп осылай кете береді, мысалы 30-да деп, осылай толықтай жаза аламыз муслимді. И сөйтіп бізде екі объекті шығады. Біріншісі жаңағы сұлтан болса, екіншісі бізде не муслим. Яғни шектеу жоқ, қарасаңыздар. Шектеу жоқ, кете береді. Міне уже муслим кетті. Енді модификация деген нәрсе бар. Модификация деген сөз, modification деген сөз, ағылшын сөзінен бұл бір нәрсені өзгерту деген сөз. Модификация деген нәрсе. Модификация бұл бірдеңкені өзгерту деген сөз. Өзгерту, Қарап тұрғанда бізде мысал ретінде біз программист болғаннан кейін мынандай бір объектпен жұмыс істейтін болсақ, бұл мысал ретінде өзгеріп тұрады. Оның сипаттары өзгеріп тұрады. Мысал ретінде сұлтан өзінің айтқанда университетін ауыстырғысы келді. Ол университетін ауыстырып тастады басқа университетке. Мына жерге біз уже өзіміздің кодымызда қарасаңыздар, бұны өзгертіп тастау керекпіз, достар. Өзіміздің кодымызда бұны өзгерту керекпіз. Мысал ретінде. Енді сіздер қайттан құрмайсыздар ғой объектіні. Біз уже код жұмыс істеп тұрғаннан кейін біз не істейміз? Мысал ретінде person деймін де, нүкте деймін. Мен уже кімнің сұлтанның университетін ауыстырамын. КБТ университеті. Қайтадан консулмен тексеріп көретін болсам, уже бізде не болды? Сұлтанның университеті өзгерді. Басқа университетке түсті уже. Қарасаңыздар, уже университеті оның не болды?
КБТУ болды, Сұлтан университеті уже КБТУға ауысты. Сол сияқты біз кез келген нәрсені өзгерте аламыз. Мысалы, Сұлтан туған күні кеше болды, оның жасы 20 емес, уже 21-ге толды. Иә? Қарасаңыздар, уже жасы 21-ге толды. Яғни осындай біз не істедік мына жерге? Объектті жазамыз. Біздің объект, оның сипаттарынан доступ алу үшін, нүктені басу керекпіз, иә? Сөйтіп біз мына жердегі бүкіл сипаттарын ала аламыз. Осы объектінің бүкіл сипаттарын ала алады екенбіз, достар. Age, jump деген нәрселер функцияны да өзгерте аламыз. Яғни осыны нүктені жазуды ұмытпаймыз, иә? Нүкте арқылы біз барлық сипаттар мен оған тән іс-әрекеттерге доступ аламыз. Мына бірінші тәсілі. Екінші тәсілі бар, мысалы, ол былай жазу. Яғни біз массив сияқты қарасаңыздар, фигура квадратты жақша ашылады. Мына жерге қарасаңыздар, мен осылай стринг қылып аштым, уже маған подсказка беріп отыр, VS Code. Не тыңдайсың? Мен мына жерге age 22 дейтін болсам, уже Сұлтанның жасы, мынау екінші тәсілі, доступ алудың, сипатқа доступ алудың объектінің, мынау екінші тәсілі. Мен қайтадан осы тексеріп көретін болсам, уже Сұлтанның жасы 21 емес, уже 22-де. Иә? Немесе точка арқылы доступ ала аламыз, немесе мынандай бір фигура квадратты жақша ашып, массив сияқты осылай біз өзгерте алады екенбіз. Бұл модификация деп атайды. Одан бөлек, мысал ретінде Сұлтан енді мысал жақсы мысал болды. Енді біз Сұлтанды мысал ретінде университеттен шығып кетті деп айтайық. Енді құдай сақтасын, әрине. Person дейміз де, бұл Сұлтан университеттен шығып кетті. Енді университет оның пустой болу керек, қарасаңыз, басқа университетте оқымайды уже. Сол үшін бізде мынандай арнайы сөз бар, delete деп атайды. Бұл өшіріп тастау деген сөз. Бірдеңкені өшіріп тастау деген сөз. Person деймін де, нүкте, университетте шығып кеткеннен кейін не істейміз? Осылай өшіріп тастаймыз. Қайтадан тексеретін болсақ, бізде Сұлтанда уже университеті жоқ. Университет деген сипаты жоқ. Өйткені ол бізде белгілі бір себептермен шығып кетті университеттен, өз қалауымен. Тура осындай кілте сөз арқылы, delete деген кілте сөз арқылы біз объектінің сипаттарын өшіріп тастай аламыз. Иә? Сонда мына жерде біз не болды? Сипатқа доступ, сипатты өзгерту бірінші. Өзгерту және сипаттарды өшіріп тастау. Одан кейінгі тақырып, модификация туралы болады. Келесі тақырып бізде мынандай болады. Тағы да бір тақырып алайық. 503 алайық. Мынау Vložенность объектов деген тақырып бар. Так, 503. Vložенность объект деген тақырып бар. Бізде қанша минут қалды, кстати? 4 минут қалды. Тағы бір тақырып түсіндіре кетейін. Бізде, достар, бұл объект болғаннан кейін, бізде объектінің ішіне тағы бір объект бола алады. Объектінің ішінде тағы бір объекті бола алады. Яғни бұл осы арқылы біз структурамызды, былай айтқанда, дерево тәрізді жасай аламыз, ағаш тәрізді жасай аламыз. Мысал ретінде, мына жерде university деген нәрсе бар, иә? Біз немесе айтайық, қалай айтсақ болады екен? Университет ала берейік, жақсы мысал негізінде. Бәрін ашытайын, фокус біреуде болсын. Мысал ретінде университеттің тағы бір несін шығару бізде. University location дейді. University location, университеттің орналасқан жері, мысалы ретінде Алматы қаласы болсын. Және university, мысалы, year деп айтып болсам, қай жыл қаланды? 2009. Бұлай жазып кете берсек болады, әрине. Бірақ мына қарасаңыздар, мына үш неде айнымалды байланыс бар, достар. Мына үш айнымалды бір-бірімен байланыс бар. Сол себепті біз бұлардың барлығын бір жеке бір объектіге сала аламыз, иә? Соның бәрін өшіріп. Мысалы, комментер болсаң, қарасаңыздар, оның өзін бір объектіге сала алады екенбіз, иә? Мынаның барлығын енді мысал ретінде name дейміз, университеттің аты IT болсын, және оның локейшні Алматы болсын. Одан бөлегі бізде не бар? Қаланған жылы 2009, иә? Енді осыны тексеріп көретін болса, бізде уже мынандай әдемі структура шығады, иә? Сұлтан деген студент, және оның ішінде мынандай объект бар тағы да. Бұл университет объектісі, яғни бұл университетке тән ақпараттың барлығын сала аламыз, иә? Мына жерде мысал ретінде тағы да оны объектке өзгерте аламын. Бұл жерде шектеу жоқ. Тағы да name деймін да, Алматы деймін. Мына жерге не деймін? Алматы қай жылы қаланды? Мысал ретінде білмеймін де. 19 деп атайын.
Мысал ретінде оның несі population дей ме, population деген сөз адам саны. Сөйтіп мысал ретінде 10 миллион 2 миллион. Сол сияқты осылай істеп кете аламын. То есть объекттің ішіне объектілер салып кете алады екен. Сөйтіп күрделі біз структура ала аламыз достар. Қарасаңыздар уже былай айтқанда Сұлтан бар, университеті бар, точка university, точка location, точка name. Егер мен көрсеткім келетін болса, мысалы person деймін да, 10 university деймін, нүкте деймін, университеттің локациясын аламын, сосын мысал ретінде атын алайын, қаланың аты. Сөйтіп тексеретін болсам, бізде Алматы қайтады екен. Осылай точка жасау арқылы біз объекттің ішіне сипаттарға доступ боламыз. Так, достар, түсінікті ма? иә түсінікті. түсінікті. Осындай бір сабақ бізге, сіздерге үй жұмысқа получается 10 объектіні құру, ойдан шығарасыздар. Ол бір адам болуы мүмкін ба, желательно адам алсаңыздар болады, және желательно вложенность қылып құрыңыздар осындай. 10 объекті құрасыздар ойдан, ол смартфон, жаңағы сотка, телефон, кітап деген нәрсе. Сөйтіп жазып кеттіңіздер, 10 объектіні құру керексіз сипаттарын ойдан. Сөйтіп жекеге жіберіңіздер. Келесі апта тоже объект болатын шығар. Сөйтіп объектіні тамамдаймыз, одан кейін функцияға кірісеміз. Так, сұрақ бар ма? Болмаса тамам. Сұрақ жоқ. Так, жақсы онда достар, сұрақ жоқ па? Аха. Бір нәрсе сұрай салайыншы сізден. Иә, 1 минутыңыз қалды, айта беріңіз. Сол бағана біз сізден практика туралы сұрап едім ғой. Мен негізінде сол қазір жұмысқа алу туралы ойлап жатырмын. Қазір біздің Қазақстан үкіметімен бір нелер бар, договорға тұруға тырысып жатырмыз. И сосын жауабын айтам, пока белгісіз. Ол өйткені программа болғаннан кейін ол жақта желаушылар көп. Негізі мен сіздерге ойлағам, өзімнен практика өтсін деп ше. Оплачиваемый. И сол жағы келісіп жатырмын. Пока айта алмаймын сауат. Айта алмаймын ештеңке. Ол үкіметке байланысты барлығы қанша беріледі, несін. Сосын қабылдаймын шығамын. Айтамын, иә, жауабын айтамын деп түрде. Жарайды, рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар.